Өздеріңіз білетіндей, әр қазақстандық былтырдан бері несие және шағын несие алудан өз еркімен ерікті түрде тыйым сала алады. Оны egov.kz порталында немесе egov мобайл қосымшасы арқылы жүзеге асыра алады. Бұл сервисті азаматтың өзі ғана жүзеге асыра алады, оны толтыра алады. Несиелер мен шағын несиелерді тыйым салу қазіргі уақытта 6 айға дейін жүзеге асырылады. 6 ай өткеннен кейін бұл шектеу автоматты түрде алынып тасталады. Ары қарай өзіңіз қалауыңызша оны жалғастырып, яғни ұзарта аласыз. Бұл 6 ай өтпейде өзіңіз керек уақытта оны қайтадан шешіп алып тастауыңызға болады. Айта кететін жөн, тура осындай сервис бірінші кредиттік бюроның сайтында да бар. Бірақ ол ақылы. Ол электрондық үкімет порталы арқылы осыны жүзеге асырады. Кез келген банкке барған кезде немесе микрокредиттік ұйымдарға барған кезде сіз өтініш тастаған кезде бірінші кредиттік бюроға запрос түседі, яғни сұраныс түседі. Бұл сізде кредиттер бар ма, немесе кредиттерге жаңағыдай шектеулер қойылған ба деп. Егер шектеу қойылған болса, автоматты түрде банк несие беруден бас тартады. Яғни бұл не үшін керек дейтін болсаңыздар, алаяқтар, басқа адамдар сіздің атыңызды қолданып, сіздің атыңыздан жалған түрде несие алғысы келіп отырса, бұл сервис қосылса, сізден несие беруге банктың құқығы жоқ. Яғни қаншама көптеген адамдар осы күнге дейін алаяқтардың арбауына түсіп, несиелер алып, сол несиенің ақшасын алаяқтарға беріп, артынша айлап, жылдап, сол несиені өзін тапқан ақшасынан жауып отырған болатын. Енді бұл өте керемет сервисті қолдану қазіргі барлық азаматтың мүмкіндігіне айналды. Сол үшін үлкен егде жастағы ата-аналарымыздың, өзіміздің жұбайларымыздың, таныстарымызға барлығына ескертіп, солардың рұқсаттарын алып, солардың қолтаңбасы арқылы осы сервисті қолдануға болады. Қалай қолдану керектігін қазір сіздерге көрсетемін. Ол үшін бірінші нұсқасы egov.kz порталы арқылы. Порталды іздейміз. Тапқаннан кейін оң жақ жоғарыда көрсетілген кіру батырмасы арқылы өзіміздің қолданбамыз, электронды цифрлық қолданбамыздың көмегімен порталға кіреміз. Қолданбамызды таңдадық. Пароль жазамыз. Кілтімізді таңдап қоямыз да. Порталға кіргеннен кейін қазір ыңғайлы жерде тұр. Сервистер деген батырманың төменгі жағында екінші орналасқан 6 ай мерзімге дейін банктік несиелерді, микрокредиттерді алдан ерікті бас тарту. Осы жерде шыққандай бұл тегін ақпарат, тегін сервис. Бұл жерде көрсетілген қалай басып, қалай жасау керектігі туралы. Қазақ тілінде және орыс тілінде. Онлайн сұрау батырмасын байланыс номеріміз жазылған. Және өзіміздің қолданып жүрген емейлді жазсақ болады. Сұранысты жіберу. Электрондық цифрлық қолданбаны таңдаймыз. Тағы да паролімізді енгіземіз. Өтініміз қабылданды. Мәртебесі сұраныс өңделді. Демек, осы сәттен бастап банктік қарыздарды, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тартуға жазылу 6 ай мерзімге сәтті рәсімделді. Екінші нұсқамыз тура жаңағы іс-әрекетті мобильдік қосымша egov мобайл арқылы жүзеге асырамыз. Ол үшін бірінші egov мобайл қосымшасын телефонға жүктеп аламыз.
Одан кейін ЭЦХ арқылы тіркеуден өтеміз. Одан кейін салықтар және қаржы бөліміне өтеміз. Сол бөлімнің ішінде өз еркімен 6 айға дейін несиеден бас тарту батырмасын басып, бағанағы іс-әрекет сияқты телефон нөмірін және пошта туралы ақпарат енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін өз келісімімізді растау үшін электрондық цифрлық қолтаңба арқылы бекітеміз. Осылайша сіздің өтініміңіз орындалды. Видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басу сұраймын. Себебі осылай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.